Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге бірыңғай жиынтық төлем ЭСП жайлы айтамын. ЭСП бұл біздің өз жұмыспен қамтамасыз етіп отырған жеке тұлғалар. Яғни ол шаруашылығында сүтін сатып, егін егіп, дақылын сатып, немесе сантехникалық қызметтер көрсетіп, өз табысын өзі тауып отырған азаматтар мен азаматшалар. Бұл 2019 жылдан бастап енгізілген. Ол салық органында формальды емес жұмыспен қамтылғандар қызметін тіркеудің оңайлатылған тәртібін көздейді. Яғни сіз ешқандай салық органына тіркелмейсіз, тек осы төлемді жүргізу арқылы өзіңіздің табысыңызды дәлелдейсіз. Бұл қалалық және ауылдық елді мекендерге болып бөлінеді. Жиынтық төлемнің мөлшері қала үшін 3063 теңге, елді мекендер үшін 1531 теңге. Яғни бұл 2022 жыл үшін. Бұл төлемді сіз ай сайын уақытылы төлеп отыруыңыз керек. Сіз өткен айлар үшін төлей алмайсыз. Тек алдағы айлар үшін төлей аласыз, немесе осы ай үшін ғана төлей аласыз. ЭСП төлемнің 4 міндетті түрін біріктіреді. Олар сіз 10%, мысалы 3063 теңге төлесеңіз, сіз оның 10%-ы жеке табыс салығы. Яғни сіз табысыңызды мемлекетпен бөлісесіз. Екінші 20% бұл өзіңізге әлеуметтік аударымдар. Егер декреттік демалыс немесе басқа да жәрдемақылар тағайындалатын болса, осы әлеуметтік аударымдар қорына төленген жағдайда сізге жәрдемақы тағайындалатын болады. Үшінші міндетті зейнетақы жарнасы 30%. Бұл сіз зейнетке шыққан кезде сізге стаж болып саналады. Төртінші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымы. Сіз мемлекеттен тегін медициналық қызметтер алу үшін. Бірыңғай жиынтық төлемді кім төлейді? Бұл 774 бабының Қазақстан Республикасының салық кодексінің 24 бөліміне сәйкес дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар болып табылады. Олар мынадай шарттарға сәйкес келуі қажет. Бірінші, жиынтық төлемді төлеу керек, яғни жаңағы 3063 немесе 1531 төлеу керек. Екінші, жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбау керек. Үшінші, акциздалетін өнімдерді қоспағанда басқа қызметтер мен тауарларды сату арқылы пайда көретін жеке тұлғалар. Егер сіз акциздалетін өнім сататын болсаңыз, жеке кәсіпкер ретінде тіркелуіңіз керек. Төртіншіден, бірыңғай жиынтық төлеушілер табысының мөлшері жылына 1175 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Мысалы, 22 жыл үшін 3.599.025 теңгеден сіздің табысыңыз аспау керек, пайдаңыз. Бұдан асқан жағдайда сіз дара кәсіпкер ретінде тіркелуге міндеттісіз. Осы видеоролик сіздерге пайдалы болса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басамыз. Пайдалы ақпараттар көп болады.